Сәлем бәріңе. Мен жұмысын орындайтын боламын кеттік. Бүгін 5 алдым, енді 9 бар. Жұмысқа деп жаза берейін. Үй жұмысы қазір үй жұмысын жазып болған көрсетейін. Міне достар, үй жұмысы деп жазып жатырмын. Достар, міне жазып болдым. Енді қазір қазақ тіліне ашам. Міне аштым. Енді үй жұмысы деп жазсам. Міне жаздым. Енді осы үй жұмысын бітіремін. Бітіп боламын, жазып боламын. Ал кетіп 1-2-3. Міне достар. Енді дүниетануды ашайын. Міне достар, дүниетануды аштым. Міне осындай. Енді оқып алайын. Қазір оққанымды әрине сендерге көрсетемін. Ежелгі адамдар жеуге жарамды өсімдікті табу қиынға соқты. Жануар мен ұстау мүмкіндігін азайды. Уақыт өте келе адамдар өсімдікті қолдан өсіруді үйренді. Жабайы жануар қолға үйретіп, сөйтіп адамдар табиғатқа тәуелді болудан құтылды. Достар, мына жерде көрсетіп тұр, оны мен айтайын. Мен жаңа ғана осыны көрсеткеніммен менде уақыт аз, сол үшін мен бұның барлығын тез оқпайын. Сосын достар, мен әдебиетте мазмұн берген, әдебиетте мазмұнды оқып алайын. Әрине сіздерге көрсетіп. Кен байдақ жеріміздің табиғат алуан түрлі. Қазақстан биік таулар мен жазық далалар бар, өзен, көлдер мен қалың ормандар кездеседі. Онда түрлі жануарлар мен құстар, жәндіктер мен өсімдіктер тіршілік ашқан. Қорғашқан жаз кезінде Сарықадағы қорыққа бөлінеді. Бұл құстар қысқан қорықтың жануарлар және өсімдіктер әлемі